Так, бәріңізге ассаламу алейкум. Бүгін бізде температураның указателі, температураның көрсетіп тұратын, қалай жалғауын қысқаша ғана түсіндіріп кететін боламыз біз. Так, мына жерде біздерде Б деген контракт кездеседі, Д деген контракт кездеседі. Сосын мынандай екі тағы да дополнительный контракт кездеседі. Бұл бізде су қайнап кеткенде көрсететін қызыл лампочка. Сосын мына қасындағы тұрған бұл габарит. Түнде габарит қосқан кезде мынаның ішінің освещениесін көрсетіп тұрады ол. Сосын мына ортадағыны біз массаға бекітеміз мынаны. Ортадағы массаға бекітті. Енді мына Б дегенде келетін болсақ, ең бірінші Б-дан бастап жалғаймыз. Б деген А, К, Б дегендегі Б. Значит, бізде Б плюсовой. Ортадағы мынау корпус уже бұл минусовой. Так, енді Д. Д деген бізде датчиктен. Так, енді мына жерде бізде екі контакт кездеседі. Біреуі жоғарыда орналасқан, біреуі төменде орналасқан. Жоғарыда орналасқанына біз мына Б-ға келіп тұрған плюсты береміз. Так, енді мына қасында төменде кездескен бізде су қайнап кеткен кездегі көрсететін датчиктен келетін минусовой. Так, сонымен енді бұл қызыл лампочка бітті ма? Енді мына подфарникке келетін болсақ, подфарник өзі мына ортадағы контакт арқылы масса алып тұр. Бұның артынан подфарниктен шыққан бір провод бізде габаритке жалғанады. Сонымен болды. Дәл осылай жұмыс жасайды. Бәріңізге рахмет. Ролик кімге қызық болса, пайдалы болса, каналымызға подписываться етіп, колокольчикті баса кетіңіз.